Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша 6-шы дәрісімізге тоқталамыз. Тақырыбымыз ойын оқыту технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, ойын іс-әрекетінің негізгі принциптері, ойын арқылы оқыту технологиясының концептуалды негіздері, ойын арқылы оқыту технологиясының компоненттері, ойын технологиясын жүктеу және қорытындыдан тұрады. Жалпы Крупская қандай ойын болмасын, баланы бір нәрсеге үйретеді. Ең бастысы баланы мұқияттылыққа, еңбекке баулуға және жолдасымен, достарымен ынтымақтастықта болуға үйретеді деп айтады. Жалпы ойын технологиясы дегеніміз не? Ойын, оқыту, яғни оқу, еңбек адамның негізгі іс-әрекетінің түрі екені белгілі. Оқу үрдісінде ойынның енгізілуі химия пәніне қызығушылықтарын арттыру үшін оқытушылардың және олардың эмоциялық сезімдеріне тола жағдаят туғызады және оларды іс-әрекетке ынталандырады екен. Ойын мезеттері кез келген уақытта қилы, қызық, жаңағы сәттерді туғызып, сабақты қызықты етуге, эмоцияға бой алдыруға атсалыстырады екен. Жалпы ойын іс-әрекетінің негізгі принциптеріне тоқталатын болсақ, бірнеше етіп жіктеп қойдық. Мақсаты мен мазмұнын оқытуға сәйкес келуі, технологиясы көрнекі және құрылымы қарапайым болуы, түсінікті болуы, жүйелі түрде қолдану және түрлі кезеңдерді қиындату, ойын іс-әрекетінің әр түрлі қилылығы, ойынды әдістемелік қамтамасыз ету, құралдар мен әдістемелерді тиімді үйлестіре білу және қатынасты, ынтымақтастықты дамыту және эмоциялық климатты қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар ойынды ұйымдастыру мен жүргізуде оның, яғни сценарийін алдын ала дайындау және оқушыларды белсенділікке тарту болып табылады екен. Жалпы ойын арқылы оқыту технологиясының концептуалды негіздеріне тоқталатын болсақ, Николинаның жүргізген зерттеулері арқылы жіктеген негізгі компоненттерге тоқталып өтейік. Компоненттер, яғни мотивациялық, бағдарлық, мақсаттық, мазмұнды, операциялық, құндылықты жігерлі және бағдарлау. Осы концептуалды бірліктерінің негізінде компоненттерін бөліп көрсеткен мына жерде. Ойынның құрылымдық элементтеріне бағытталу, бағытты сілтейтін элемент оқу жағдаяты, ойын мақсатының болуы, ойын ережесі, ойын әрекетінің болуы және ойынның нәтижесімен осындай қылып жіктеліп компоненттерді көрсете біледі екен. Ойын технологиясын жіктеу енді ары қарай. Жаңа компоненттеріне, принциптеріне тоқталып өттік, енді жіктейік. Жалпы жіктеген кезде міне жобалау, яғни жобалық, іскерлік, тренингтік, шығармашылық, рөлдік, яғни кәсіби бағдарлық болып жіктеледі. Ары қарай имитациялық, яғни театрланған режиссерлық, ақпараттық, бақылау болып. Білімді бекітуде жарыс түрінде, дидактикалық ойындар түрінде деп жіктеуімізге болады екен. Жалпы дидактикалық ойындардың жүргізілуіне қойылатын талаптардың бірнеше түрі бар. Енді сол талаптарға мына жерде тоқталып өтеміз. Жалпы талаптарға ең біріншіден ойын тақырыбының сабақтың мақсаты мен тақырыпқа сәйкес келуі. Ойынның мақсаты мен бағыттылығының нақтылығы және анықталғандығы, яғни анықтығы дейікші. Ойын нәтижесінің қатысушылар мен ұйымдастырушылар үшін маңыздылығы, ойын мазмұнының шешілетін мәселесінің сипатына сәйкес келуі, ойында қолданылатын әрекеттердің түрлерін, күрделілігін сипаты бойынша күшті болуы, ойынға қатысушының ойы мен пікірінің қолжетімділігі және түсініктілігі бұл. Сонымен қатар ойынның стимулдық сипаты болуы, ойын ережелерінің шектеулерінің нақтылығы мен біртектілігі,
сонымен қатар оқушының ойын іс-әрекетінің нәтижесін реттеу мен бағалаудың ортақ тәсілдері, сонымен қатар ойын барысы мен нәтижесін реттеу мен бағалаудың ортақ тәсілдері, қарым-қатынастың жағымды психологиялық климаты, жекелік белсенділік пен шығармашылық үшін кеңістік, және ойын қатысушылардың арасында жарысқа деген белсенділік элементінің міндетті болуы. Осылар дидактикалық негізгі принциптерді қамтиды екен. Жалпы жаттығу сабақтары сабақ уақытында және сабақтан тыс уақытта жүргізіледі. Бұл түрлі сөз, жұмбақтар, ребус, шайнворд дейміз, бас қатырғыштар, жұмбақтар және де тағы басқа тапсырмалар беру арқылы шешіліп отырады екен. Енді бірнеше түрлеріне тоқталып өтеміз. Мына арада саяхат ойындары дейді. Саяхат ойындарында сабақта және сабақтан тыс уақытта жүргізуге болады екен. Ойынды оқушылардың белсенді болу үшін ауызша әңгімелесудің, сұрақ жауаптардың, олардың жеке пікірлері мен ойлары арқылы көрініс беріп отыру екен. Келесі сюжеттік рөлдік ойындар. Яғни ойын жаттығулар мен ойын саяхаттан белгілі бір жағдайда сипаттап, баяндап берумен қатысушылардың белгілі бір рөлге енумен ерекшеленеді. Келесі тоқталатынымыз сюжеттік рөлдік ойын, яғни ойын жаттығулар мен ойын саяхаттан белгілі бір жағдайды сипаттап, баяндап берумен қатысушылардың белгілі бір рөлге енумен ерекшеленеді екен. Келесі ойын технологиясын ұйымдастыру. Яғни тақтамызды кішкене қосып жіберіңіздер. Ұйымдастыру, оны да бірнешеге жіктеп қойып отырық. Яғни ойын арқылы оқыту технологиясы бір-бірімен байланысқан 3 кезеңнен тұрады. Бұл дайындық кезеңі, ойынды жүргізу және қорытындыдан тұрады. Жалпы бірінші кезеңде ойынға дайындық, яғни оқушылардың ойынға дайындығы 3-4 апта бұрын басталады. Яғни мұғалім ол кезде бірнеше ойын технологиясы арқылы оқушыларға өзіндік жұмысын ұйымдастырып, тақырыбын, жоспарын, қажет әдебиеттерді, ойын шарттарын, қарастыратын проблемаларын және рөлдерді бөліп кеңес беруді ұйымдастырып отырады. Екінші кезеңінде яғни ойынды өткізу, ойынды жүргізудің қажетті элементі эмоционалдық екпін мен ойынға қызығушылықтың болуы. Осыған орай ойынның өтетін бөлмені, яғни аудиторияны мұқият безендіру және әртүрлі оқытудың техникалық құралдарын пайдалану ерекше жағдай тудырады. Ойын барысында проблемалық жағдаят, мұнда жағдаятты шешу үшін пікірталас және диалог түрінде тәсілдерді пайдаланған абзал болып табылады. Үшінші кезеңімізге тоқталатын болсақ, ой қорытындысын шығару. Бағана айттым ғой, 3 этаптан тұратындығын. Қорытынды кезеңі, яғни бұл кезеңде оқушылар тақырыпты меңгеру деңгейіне, өзіндік шығармашылық ойлауына, сенімнің қалыптасуына баса назар аудару керек. Мұғалімнің ойынның нәтижесінде жеткен жетістіктермен қатар байқаған кемшіліктерін және де атап өткен жөн енді мұғалім осы ойын барысындағы. Сонымен қатар ойынға баға беріп, марапаттауды да оқушылардың іс-әрекетке жұмылдыруға дем беріп, ынталандырып отыру керек. Және ойын, келесі тоқталатынымыз ойын тәсілдері мен жағдайларын өткізу негізгі мынандай бағыттарды жүргізу арқылы іске асады. Яғни дидактикалық мақсат оқушыларға ойын түрінде беріледі. Оқу қызметі ойын ережелеріне бағыну керек. Оқу материалы оның құралдары ретінде қолданылады. Яғни оқыту қызметіне бұл негізгі құралдар ретінде қолданылатын дидактикалық міндеттерді ойынға айналдыру, дидактикалық тапсырмаларды дайындау, орындау, осының негізінде қорытындысымен байланыстырылып отыру керек. Дамыту ойындарының негізгі ерекшеліктері. Яғни, дамыту ойындарының негізгі ерекшелігі жеңілден ауырға қарай, яғни ең бір негізгі көзқараспен, қабілетіне қарай өз бетінше шығармашылықпен қызмет жасау көзқарасы біріктірілген,
сонда ғана бала өз мүмкіндігін пайдалана алады екен. Келесі бірнеше енді ойын түрлерін атап өтейік. Өзіміздің химия саламызға байланысты аналитикалық лотто ойыны ережесі. Сіздерге оқу бағдарламасында көрсетілген әдебиеттерді пайдалана отырып бірнеше ғалымдардың еңбектерін оқып шығасыздар. Өзіміздің қазақстандық ғалымдар, яғни Нұрлан Каркенұлы Ахметовтың, Нұр Ахметованың және тағы да басқа ғалымдардың, ғалым әдіскерлердің, яғни еңбектермен танысуға сіздерді шақырамын. Және келесі ойын химиялық шайнборд, заттар, химиялық элементтер, әйгілі химик ғалымдар. Сонымен қатар кроссворд жасау болады. Химиялық сабақтарында да, сабақтан тыс жұмыстарда да қолданылады. Келесі тоқталатынымыз домино ойыны. Мысалы, дескриптор ретінде химиялық реакция теңдеулерін жасырып қою арқылы доминоны құрастыру, сәйкестендіру ойыны арқылы іске асады. Келесі квизи-сплестер платформа. Балаларға бірнеше тапсырмаларды осы платформа арқылы кері байланыс ретінде алып отыруға болады. Келесі кеме ойыны. Бұл жерде де сондай тапсырмаларды беріп отыруға болады. Сәйкесін тап, Лумио қазір балалар жақсы көреді бұл платформада да ойнауды. Сол сияқты бірнеше платформаларды химия сабағында байланыстырып, әрбір білім алушыны қызығушылығын оятуға ойын технологиясының әсері өте көп. Енді қорытындылай келе, ойын технологиясы кезеңінде бірнеше мәселелерді, шығармашылық қабілеттерді дамытуға байланысты шешуде қамтамасыз етеді. Яғни жас кезден бастап дамыту ойындарды, шығармашылық қабілеттерін дамытуға маңызы зор. Ойынның барлық кезеңдерінде баланың қабілеттерін дамытудың алдын алуға жағдай жасайды. Өз деңгейінде өзінше көтеріле отырып, бала оны одан әрі нәтижелі етуге өз-өзін дамытады. Мазмұнына қарай дамыту ойындары әртүрлі. Олар мәжбүрлікті көтермейді, бостандық және қуаныштық, шығармашылық жағдай туғызады екен. Қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.